Қайырлы күн болсын, құрметті көрермендерім. Бүгін күзгі салаттардың бірі Uncle Ben's салатын дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен кабачкаларымызды жуып тазалап, осылай турап аламыз. Бұдан да жіңішке етіп турауға болады. Кабачкидан бізге 2 килограммдай керек болады. Описание бөліміне барлық көкөністердің мөлшерлерін жазып қоямын. Сол жерден қарасаңыздар да болады. Енді болгар бұрыштарында осылай ұзынша етіп тураймыз. Бізге осы салатқа 1 килограмм жеткілікті. 700 граммдай пияз керек болады. Пияздарды да осылай жіңішке етіп тураймыз. Бізге қызанақтан 1 килограммдай керек. Қызанақтарымызды да осылай ұзынша етіп тураймыз. Үлкендеу ыдысымызға сұйық май құйып қыздырып аламыз. Одан кейін осылай туралған кабачкаларды салып араластырамыз да үстінен басқа көкөністерді саламыз. Міне енді болгар бұрышын салдық. Одан кейін пиязымызды саламыз. Енді осы үшеуін араластырып 25 минуттай қуырып аламыз. Міне 25 минут уақыт өтті, енді қызанақтарымызды саламыз. Одан кейін бізге 2 үлкен қасықпен томат пастасы керек болады. Бір кішкентай қасықпен 70% уксус қосамыз. Одан кейін 4 үлкен қасық қант саламыз. Енді 1 үлкен қасықпен тұз саламыз. Қайнап жатқан кезде ұсақтап туралынған чесноктарымызды да қосамыз. Осылай орташа отта 20-25 минуттай қайнатамыз. Дәмін көріп, аздап тұз қосуға да болады. Салатымыз бұқтырылып қайнап жатқан кезде жабатын банкаларымыз бен крышкаларымызды дайындап аламыз. Крышкаларымызды осылай суда 10-15 минуттай қайнатып аламыз. Ал банкаларды духовкада 15-20 минутқа 100 градустық температурада салып қоямыз. Ыстық банкамыздың біреуін алып, салатты да ыстық күйінде салып крышкасын жабамыз. Міне крышкасын да жауып, осылай көлденеңінен 1-2 аунатып, төңкеріп қоямыз банкаларымызды. Достар, бұрын соңды каналыма жазылмаған болсаңыздар жазылып, қоңыраушаның белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде жаңа рецептерді көретін боласыздар.
Видеом ұнаса лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Нұргүл. Қош сау болып тұрыңыздар.